Қайырлы күн. Бүгін 2026 жылдың бірінші жарты жылына арналған тароның аға және кіші аркандарының кеңесін тыңдаңыздар. Осыған дейін арнаға жарияланған 2026 жылға арналған жұлдыз жорамалды тағы да бір рет қарап шықсаңыздар артық етпейді. Өйткені қазіргі айтылатын кеңестерменен сол өткендегі айтылған кеңестер бір-бірімен байланысты. Енді ол жерде аға аркандар мына жылдың ішінде орын алуы мүмкін маңызды мәселелерді көрсеткен болса, енді бүгін сол кеңеске қосымша біз таро карталарының кіші аркандарынан кеңес аламыз. Енді өткен шығарылымда мен аға аркандар қандай жұлдыз жорамалға қандай аға аркан шыққанын қазір жазып алдым. Осы ретпенен сұрайтын боламыз. Одан кейін бұл арнадағы таро кеңестерін қашан көргеніңіз маңызды емес. Кеңесті бірнеше жылдан кейін көрсеңіз де, ол сол сіз тыңдаған кезден бастап өзекті болады. Тароның кеңестері жалпыға ортақ айтылады, сондықтан енді жеке сұрақтар жеке қаралған дұрыс. Қазір ең қымбат нәрсенің бірі адамзат үшін бір уақыт па деп мен ойлап қалдым. Әсіресе уақыт тез ырылдап, таң мен кеш таласып өтіп жатқанын байқаймын. Енді сізге қалай? Қаңтар айын біз өткізіп алдық. Тіпті ақпан айы да аяқталып қалды. Дегенмен бірінші жарты жыл әлі аяқталған жоқ осы жылдың. Сондықтан әлі де біраз уақыт бар. Осы бір тароның кеңестері сізге тыңдаған артық етпейді деген ойға келдім. Одан кейін таро картасының жұлдыз жорамалын әрбір ай сайын тыңдағыңыз келе ме? Егер қажет десеңіз, төменге я деп жазып қалдырып кеткеніңіз жақсы. Егер енді сіздердің дауыстарыңыз көп болып жатса, уақыт тауып сол жұлдыз жорамалды мен ай сайын жасауға тырысатын боламын. Бірінші жұлдыз тоқты. Тоқты жұлдыз жорамал өлім шыққан екен өткен жолы. Енді бұл жұлдыз жорамал өлім аға арканы. Бұл адамның өзінің өміріне қайта туылғандай түрленуі немесе қайтадан түлеуі. Кіші аркандар не айтады екен? Мынадай карталар шығарылды. Нәресте өмірге келген кезде бірінші анасының сүтінен нәр алған сияқты, сіз де қайтадан түлеу арқылы осы өмірдің жаңа нәрін алып бастайсыз. Осы бірінші жарты жылдықтан бастап. Енді ескі сананы артқа тастағанда орнына жаңа өзгерістерге жол ашылады. Сол үшін де, егер осы уақытқа дейін бір адамдармен сіздің араңызда реніш болса, сізге татуласу және келісімге келу мүмкіндігіңіз бар дейді бұл карта. Сонда мына көңілге қаяу түсіретін жағымсыз энергетиканың орнына алдағы уақытта сіздің қуанышты күндеріңізде көп болады. Тіпті жуырда осындай бір ұжымда немесе достарыңыздың арасында қуанышты мерекені бірге өткізуді жоспарлайтын да шығарсыз. Сіздің қазіргі уақытта жағдайыңыз тұрақты. Сізде бір тұрақты жұмысыңыз бар, табыс көзі бар, отбасыңызда жанға жайлы бір тыныштық бар. Мына бір картаға анықтап қарасаңыз, төрт таяқша. Төрт таяқша ол сіздің төрт бұрышыңыздың іргетасы берік,
Одан кейін іргетасы нық, қабырғалары берік екенін көрсетеді. Тіпті өзіңіздің де өзіңізге тиесілі үйіңіз бар болу керек. Енді үйіңіз болмай жатса міндетті түрде болады. Тіпті қазір сіз жалға алып жүрген болсаңыз да, сол өзіңіздің үйіңізде жүргенде сізде сезім бар. Енді сол үйіңізде әрине туған күн, қоныс той, қонақ шақыру сияқты жиі мерекелерді жасайсыз да, жасауыңыз да мүмкін. Өйткені әр адам өзінің үйінде жүргенде сезінген кезде үйіне мереке жасағысы келеді, солай емес пе? Келесі карта аға аркан, басный қызметкер. Бұл карта өте жиі шығады. Мына картадағы бір ғибадатхананың табалдырығында отырған Құдай жолындағы әйел. Осы бір әйелдің бейнесін көрсеңіз, ол адамдарға аса мұқтаж емес. Оның көріпкелдік қасиеті бір өте жоғары. Тылсым күштерді игерген білімі арқылы біз адамдар күнделікті өмірде бәріміз бір түсіне бермейтін беймәлім жолдармен жердегі әділетсіздікке қарсы әділдік орната аламын дегенді меңзейтін әйел адам отыр. Енді сіз байқасаңыз, мінекей осыған дейінгі мына екі картада сол Құдай жаратқан сізге, отбасыңызға қуаныш, тұрақтылық, молшылық беріпті, табыс көзін беріпті. Енді осылай сізді өзінің қамқорлығына аламын деп түсінуге, қамқорлығына алғанын түсінуге болады. Онда сізге сол сыйлыққа лайықты болу керек шығарсыз. Себебі аға аркан рухани өсіп жаратқанға жақын болғаныңызды қалайды. Рухани өсу деген бұл енді ішкі жан дүниеңнің байлығын тауып, соны иелену. Бұл өзіңді тану. Өзіңді тану жолындағы білімдерден үлкен ізденіс. Сол білім арқылы түйсігіңізді ояту. Әрине, енді жердегі өмірде рухани өсу арқылы мен періштедей боламын деу бұл мүмкін емес. Жерде періштелер жоқ. Біз адамдар ғана өмір сүреміз. Онда әр адамға маңыздысы ол адамдық қасиеттерімізді қалыптастыру және адам болып қалу. Яғни жаңағы ішкі жаман, жақсы жақтарымызды тепе-теңдікте сақтау ғана. Мінекей, бұл карта сол осы бір айтылған ойларды меңзейді. Рухани өсу арқылы өзіңізді жетілдіріңіз деп. Онда не дейміз? Қайырлы, мейірімді істер жасаңыз, мұқтаждарға, жан-жануарларға қамқорлық танытыңыз. Енді артынан алғысын аласыз деп ойлаймын. Себебі бұл карта көзбен көріп тұрып қамқорлық танытып мұқтажға қол ұшын бермеген адамға немесе жаңағы басқа бір адамға жасаған әділетсіздік үшін кез келген адам түбі жаратқанның алдында ерте ме кеш пе жауап беретін растайтын карта. Мұндай жағдайда сіз мүмкін бұрын көңіліңізді қалдырған қарым-қатынастарды қайтадан сізге қарау керек. Ол адам сізге неге ренжіді, немесе сізді неге ренжітті. Соның енді түпкі тамырын әуелі өз әрекетіңізден іздеп көріңіз. Кейбірде тіпті кінә екі жақтан да болып жатады ғой. Ондайда әрине астамшылықтан аулақ болыңыз, көрегенділік танытып қарапайым болыңыз. Тоқтылар сізге осындай кіші аркандар кеңесін айтты. Келесі
торпақ. Торпақ. Мынадай карталар шығарылды. Осыған дейін сіз көптеген қиындықтарды бастан өткерген сияқтысыз. Мүмкін өзіме ғана емес, жақындарыма да көмектесіп, ақша табуым керек деп, қосымша бір міндеттемелерді, қосымша жұмыстарды мойныңызға жүктеп алған шығарсыз. Бірақ сол бір алған міндеттемеңіз, сол жасаған жұмысыңыз өзіңізге қиын болған сияқты. Себебі бәріне жауапты өзіңіз, және бір өзіңіз уақыт аз, қасыңызда, жаныңызда көмекші болмаған. Бұл карта енді сізге қаншалықты қиын болса да бәрін жеңіп шығасыз деп көрсетіп тұр. Себебі қазірдің өзінде осы бір өміріңізде орын алған қиындықтар аяқталу сәтісінде дейді. Енді сіз өткенді еске алуыңыз мүмкін. Өткен бір оқиғаларды еске алуыңыз мүмкін, еске түсіруіңіз мүмкін. Мүмкін сыныптас немесе студент кезде жаңағы бірге оқыған досыңызды кездестіретін шығарсыз. Мүмкін көптен көрмеген туысқаныңызбен кездесесіз. Солай балалық шақты бірге өткізген кездерді сағынышпен еске аласыз. Мүмкін бірнеше жыл бұрын жоғалтып алған нәрсені, бір құжаттарыңызды тауып алып қуанатын боласыз. Дегенменен бұл карта сізге әрине өткен уақытты еске түсірген жақсы, бірақ еске түсірген жағдайда тек жағымды оқиғаларын ғана еске алыңызда, ал жағымсыз жағын мүлде еске алмаңыз дейді. Келесі карта. Сізде қазірден бастап бір өзіңіздің көңіліңізге ұнайтын жұмысыңыз бар, иә? Кішкене уақыттан кейін сол тәжірибе жинақтайсыз. Тіпті өз ісіңіздің майталман шебері де болуыңыз мүмкін. Өйткені егер сіздің жұмысыңыз бір клиенттермен байланысты болса, иә? Онда сізде клиенттер көбейеді, клиент көбейсе ақшаңыз көбейеді. Мінекей осындай бір бастаған бағытыңыздың дұрыс екенін, соны алға қарай дамыта беру керектігін көрсетіп тұрған карта. Жалпы торпақтарға жылдық жорамалда аға арқан күш шыққан екен. Олай болса, енді бірінші жарты жылда сіз сол ойлаған мақсаттарыңызды бастап, сол мақсаттарға жетуге сізде толық күш қуатыңыз болады. Егіздер. Егіздерге жылдық жорамалда ілулі адам шыққан екен. Кіші арқандар, мынадай кіші арқандар шықты. Не дейміз? Сізге бірінші жарты жылдықта қауіпті бір жағдайдан өзіңізді қорғауға дайын болу керек. Себебі жылдық жорамалда шыққан ілулі адам, иә? Онда сол бір мәжбүрлі, сол ілініп тұрған қалып, бір жерде жаңағы мәжбүрлі түрде ілініп қалып тұрған қалпыңыздан сіз ұзақ уақыт қалмау керексіз. Сондай-ақ мәжбүрлі жағдайда тағы да қалмаудың қамын алдын ала жасау керек. Солай қорғану қажет керек. Қорғану қажет шығар сізге. Қандай жағдай болмасын, енді бұл карта сіздің өзіңіздің тәжірибеңіз бар. Қай жақтан қауіп қатердің келетінін сіз қазірдің өзінде біліп тұрсыз. Тіпті алдын ала білетін қауқарыңыз бар, және оны
тойтара да білесіз дейді. Бұл карта сізге дегенменен өзіңіз білсеңіз де соның алдын ала қорғануға дайын болыңыз дегенді ескертетін карта. Қандай жағдай болмасын. Келесі карта бұл жақсы өзгерістерді күтіңіз. Бірінші жарты жылдықта әсіресе мына ақшаны көбейту туралы жаңа жобалар, бастамаларды қолға аласыз. Бірақ енді көп ақшаны бірден күтпеңіз. Аз-маздан ақша өзі бір жәймендеп, енді сіз жолға шығып тұратын болғандықтан, жайлап жәймендеп келетінін, ақшалай пайданы жәймендеп алатыныңызды көрсетеді. Жалпы мына егіздерге шыққан жылдық жорамалдағы ілеулі адам, енді бұл сіздің өз іс-әрекетіңізге басқа бір көзқарастан, басқа ракурстан қарап баға беру маңызды деп көрсеткен болатын, сондықтан онда сіз адамдармен арадағы қарым-қатынасыңызға зер салыңыз. Кімге, не нәрсеге тәуелді болып, немесе кімді, нені байқамай, немесе қасақана сіз тәуелді етіп қойып жүрсіз. Неге осындай мәселелерге сіз мән беріңіз дейді. Келесі картада негізі егіздер, сіздер барлыққа, байлыққа, барлық жақсылыққа лайықтысыз, әдемі жансыз. Сіздің бір басқалардан ерекшелігіңіз бар, ол бір талантыңыз бар. Әжептәуір жинаған қаржыңыз да бар, мүмкін әл-ауқатысыз, сәнді үйіңіз де бар шығар. Бұл карта сізге, жаңа қазақта мақал бар ғой, сырты бүтін болғанмен іші түтін. Сізге бұл карта сыртқы келбетпен ғана әдемі болу жеткіліксіз, ішкі әлеміңізде әдемі болсын. Сол нағыз әдемілік дегенді көрсетіп тұр. Қандай әдемі карта. Сіз осындай әдемі өмірге табиғатпен, құстармен, материалдық құндылықтармен, өзіңіздің де әдемілігіңізбен барлығы тұтас бір-бірімен үндестік тауып тұрған адамның суреті, әйел адамның суреті. Неге сіз де осындай әйел адам болыңыз. Ішкі дүниеңізбен сыртқы келбетіңіз жарассын. Яғни сөзіңізбен ісіңіз жарассын дегенді білдіріп тұрған карта. Келесі жұлдыз Шаян. Мынадай карталар шығарылыпты, кіші аркандар. Сіз бірінші жарты жылда, Шаяндар, сізге бір ауыр тиген, жағымсыз жағдай аяқталады сіз үшін. Бұл енді мүмкін сіз мүлде күтпеген бір адамның тарапынан сатқындық әрекет шығар. Жалпы бұл жеңілу картасы. Күтпеген жерден болған бір жағдай немесе өзгеріс. Сіз оған әрине сізге ауыр тиюі мүмкін, бірақ сіз ондай жағдайларда дайын болу керексіз. Қандай бұл уақытта қандай қиын жағдай болмасын, сізге жауап тастап оңай жіберу керек, тіпті ойламау керексіз. Жалпы жылдық жорамалда Шаяндарға бас не қызметкер шыққан екен, яғни 2026 жылы сізге осы бір сезімталдықты күшейтуге, көңіл бөлудің маңызды екенін көрсеткен болатын. Енді мұндай қабілетке яғни түйсігіңіз ашық болған кезде кез келген адам осындай бір жағымсыз жағдайларды алдын ала сезеді. Қажет десе тіпті қарсы тұруға дайын болады. Сондықтан әрине сол аға арканды сіз есте сақтаңыз. Қазір сіз осындай бір жағымсыз жағдайлардың кесірінен болар, жалпы ешкімге сенбей айналадағы адамдарға бір ашу, реніш сізде болуы мүмкін. Сол осы уақыттың ішінде. Сондықтан да болар, сіз жабық қапыңызда қозғалмай отырсыз.
Енді бұл карта сізге осындай қалпыңызда көп отырмаңыз, себебі бұдан келер сізге еш пайда жоқ. Бұдан келері тек сіз өзіңізге осындай жабық қалпыңызда отырған кезде өзіңізге ғана қауіп төндіресіз, себебі қозғалыс жоқ жерде өсу жоқ. Мінекей осындай сізге кеңес береді. Әрине, осындай бір күйлерден адамның әр уақытта бір адамның көңілі әртүрлі жағдайда біресе ауытқып тұрады ғой. Сондықтан сіз тепе-теңдікті сақтау керексіз. Карта жалпы бұл карта сізге сол көңіл сезімдеріне берілмей алға қарай қозғалуға, дамуға кеңес беріп тұр ғой. Себебі сіздің қуанышты сәттеріңіздің бәрі алдыңызда тұр. Егер сол бір жабық қалпыңыздан сіз шықпай отыра берсеңіз, әрине сол қуанышты сәттердің мүмкіндігін сіз өткізіп алуыңыз әбден мүмкін. Бұл енді карта жалпы жеңістікке, жетістікке жету, жеңіске жету, бір келісімге келу, жалпы сондай бір қуаныштарды көрсетеді. Сол қуанышты сіз жақындарыңызбен күн бірге атап өтерсіз. Қымбатты шаяндар, жалпы сізге жылдық жорамалда осы айтылған кезде жыл жорамалы, мен енді пікірлерді, тыңдармандардың пікірлерін қарап жүремін. Жалпы шаяндар, сіздер ешқандай көңіліңіз түспесін, өйткені кеңестер жеке емес, жалпылама айтылады. Жағымсыз карталарға сіз ешқандай да уайымдамаңыз. Қандай карта шығатынын мен де білмеймін. Бірақ мен білемін, шаяндар шынайы, жүрегі жомарттыққа толы адамдар. Өзінің отбасын бірінші орынға қояды және жақындарының нағыз қамқоршысы. Сіз қаласаңыз, кез келген адамның өмірін гүлдендіре аласыз. Сізде осындай бір қасиет бар. Тіпті мына жылдық жорамалда мен жаңа айтып өткен бір тыңдарманым жазған екен. Не бір идеялар, не бір даналық ұзақ үнсіздіктен, түйсікпен түсінгенден кейін жарыққа шығып жатады деген менің сөзіме болар. Шаяндар 2 жыл үндемей жатты. Өмір бойы үнсіз жату керек па деп жазған екен. Сұрағыңызға көп рахмет. Мен күліп алдым. Негізі сол үнсіздікте тыныш жатпай ізденісте болыңыз, рухани өсіңіз дегенді мен жеткізгім келді. Мысалы, менде сондай ұзақ жылдар үнсіздікте өз ізденісімде болдым. Қазір сол үнсіздіктен жинаған біліммен бөлісіп, мінекей алдарыңызда отырмын. Енді ұзақ үнсіздік санаңа қопарылыс береді. Сәлден кейін сондай үнсіздік бергеніңе жаратқанға мың алғыс айтасыз. Себебі сананың өзгеруімен бірге өміріңізде жақсыға өзгеріп бастайды. Мына бір қуаныштың картасы, сол қуаныш картасы, сол қуаныштың өміріңізге келуінің дәлелі болсын. Келесі арыстан. Мынадай карталар арыстан жұлдызына шығарылды. Енді сіздің тұрмысыңыз тұрақты болғанменен, жалпы көңіліңізде бір шаршаулы, немесе біреуге, бір нәрсеге деген наразылық бар. Сізге енді бұл карта не айтады? Мұндай күйде көп отырмаңыз. Өйткені өзіңізге қажет, өзіңіз күткен мүмкіндіктерді әрине сіз осындай күйде жабық қалпыңызда отыра берсеңіз өткізіп аласыз. Жылдық жорамалда арыстандарға шыққан аға аркан сот екен. Сот енді бұл өміріңіздің бір кезеңінің аяқталуы және жаңа кезеңнің басталуы да болуы мүмкін. Онда сіз осындай қалпыңызда отырған кезде әрине жаңа кезеңнен жаңа мүмкіндіктерге ие болуыңыз керек қой. Мұндай қалыпта отырған кезде сіз өткізіп алуыңыз мүмкін. Және мұндай қалыпта отырған адамда, қозғалыссыз отырған адамда өсу жоқ, алға жылжу жоқ, алға ұмтылу жоқ. Мінекей сізге осындай ескерту картасын көрсетіп тұр.
Келесі карта бұл сізде бәрі де жақсы болады. Сізде өзіңіздің бір табысыңыз бар, иә, мінекей. Адам өзі бір өз ісін шыңдап жұмыстанып жатыр. Күнделікті сіздің осындай бір тәжірибеңіз, осындай жұмысыңыздан сіз бір керемет тәжірибе жинайсыз, иә. Айналадағы адамдар сізді жақсы маман ретінде сыйлайды, иә. Сіздің өзіңіздің өйткені тәжірибелі маман екеніңізді өзіңіз көрсете аласыз. Жалпы бағытыңыз түзу, осы түзу бағытыңызбен алға ұмтыла беріңіз. Бұл карта соны меңзейді. Келесі карта өте жақсы карта. Бұл таро карталарының ішіндегі ең бір жақсы карта деп айтуға болады. Жалпы бұл картаның да бір өзінің ұраны бар, иә. Оның ұраны мен сенемін. Иә, олай болса, мына алдыңызда сізді жақсы мүмкіндіктердің күтіп тұрғанына сіз сеніңіз. Иә, бұл енді қандай мүмкіндіктер? Бұл сыйлық, бұл үй алу, бұл жаңа жұмыс туралы ұсыныстар, бұл некеге тұру, сәбилі болу. Енді адамның өмірінде қандай бір жағымды жаңалықтар, жағымды бір оқиғалар күтіп тұр, иә, соның барлығы да болуы мүмкін. Өйткені сіз бұл адамның өзінің бір жүрегінің қалаған нәрсесінің орындалуы сіздің өміріңізде бірінші жарты жылда орын алады. Өте керемет карталар. Келесі жұлдыз бикеш. Бикештер, сізге 4 карта шығарылып кетті. Таро карталарын сізге айтпағы көп сияқты. Бұл карта мына бірінші жарты жылдағы сіздің бақытты, қуанышты өмір салтыңызды, табыстың картасын көрсетіп тұр. Жалпы бұл сіздің отбасыңыздағы бір жайлы, бақытты өміріңізді сипаттайтын карта. Десе де, мына бір карта бірінші жарты жылдықта бикештерді бір серпіліс пен белсенді өзгерістердің бастамасын бастау осы бірінші жарты жылдықтан бастап басталады деп тұр. Сондықтан сізге құр бос үмітпен немесе бір жаңға жайлы уақытқа малданып, уақытыңызды бостан босқа өткізіп алмау керексіз. Өйткені сәтті өзгерістердің уақытын өткізіп алу қаупі бар. Бұл карта мына бикештер бірінші жарты жылда таңдаған мақсаты бойынша нақты шешім қабылдау керектігін және қабылдайтыныңызды көрсетеді. Сол шешім сіздің өміріңіздің келесі кезеңдеріне ұзақ уақытқа ұласатын бір дұрыс шешім болады. Мүмкін сіз бұрынғы жұмысыңызды тастап, тіпті мүлде басқа салада жаңа жұмыс бастайсыз, немесе мүмкін жаңа қарым-қатынас бастайсыз. Енді бұл карталардың барлығы сізге барынша белсенді болыңыз, уақытты құр бос өткізіп алмаңыз деп тұр. Бикештер, мен сіздерді құттықтаймын, өйткені бұл жеңімпаздың картасы, бұл триумф. Адамның өзінің күшімен тынбай еңбектенудің, білімнің, шығармашылығын үзбей дамытудың мүмкін арқасында сіз лайықты жеңіске жетесіз дейді. Жеңістің түрі көп қой. Мысалы, Қытайда сенгер байқауына қатысқанда біздің Димаш жеңіске жетіп, өзінің талантымен әлем жұртының таңдайын қақтырды. Қаншама қазақ қазір біз сол Димаш үшін әлі күнге дейін марқайып, мақтанып жүреміз. Тіпті адамның ішкі дағдарыстарын жеңіп шығуы да бұл жеңімпаздық. Сондықтан сізге қандай да бір мақсатыңызға жетуге мынадай бір ақ жорғаның үстінде отырып жеңімпаз болуға сізде мүмкіндік бар. Бикештер, байқасаңыз, мына картадан басқа мінекей барлық карталар бұлар таяқшалардан құралыпты. Яғни тароның картасында таяқшалар тобының да өзінің ұраны бар. Ол ұран мен алғым келеді.
деген ұран. Яғни өмірде не қалайсыз, әрекет етіңіз де алыңыз, жеңіске жетіңіз. Әсіресе сізге бірінші жарты жылдықта осы бір таяқшалар тобынан құралған карта сізге аса бір белсенділікті қажет етеді. Ал әрбір жеткен жеңіс бұл адамға бір тәжірибе әкеледі және сабақ алып келеді. Сондықтан сізге бір жеңістен тоқталып қалмай, одан әрі қарай жеңістен жеңіске жете беруіңіз керек. Енді жұлдыз жорамалда Бикешке бас не қызметкер аға арканы шыққан екен. Әрине, бұл карта шыққан кезде ішкі жан дүниесімен үйлесімділік таба білудің маңыздылығын Бикештер енді барлық уақытта ол Бикештердің бірінші ұстанымы болатынына менің сенімім мол. Қандай әдемі карталар шықты, Бикештер. Жеңіске жетіңіздер. Келесі таразы. Таразылар, бірінші жарты жылдықта өзіңізге деген ішкі сеніміңіз, мүмкін үміттеріңіз азайып, сол үмітім орындалмай ма деген бір сізде ойым болады. Мүмкін сіз осыған дейінгі жасаған таңдауым дұрыс болмады ма деген бір өзіңізде сенімсіздік, көңіліңіздің қобалжуы болатын шығар. Жалпы бұл карта өзіңіздің мүлде күтпеген адамның тарапынан жағымсыз әрекеттерді көруіңіз, ондай сатқындық әрекеттерді көруіңіз, ол да болуы мүмкін. Бұл карта келесі картада, яғни бұл сіздің осы бірінші жарты жылдықта қарбалас өміріңізді көрсетеді. Бұл қалай деп айтуға болады? Келісім шартқа отыру, мүмкін құжаттарға тіркелу, ауызша, жазбаша, әйтеуір қол қою, ақпараттар алу, сондай бір жүгірістер болуы мүмкін. Сол сияқты бұл өзіңіз туралы бір жағымсыз өсек аяңдар естуіңіз мүмкін, ол да болуы мүмкін. Немесе мына кішкентай балаларыңыздың, немерелеріңіздің мүмкін балабақшасы, олардың күтіміне арналған, мектебіне арналған әйтеуір бір қарбалас жүгірістер болуы мүмкін. Соны бірінші жарты жылдықта сізде сондай бір уақытыңыздың өтетіндігін және сіздің өзіңіздің сондай жұмыстармен жүріп, өзіңіздің де сеніміңіз, ішкі сеніміңіз азайып, бір көңіліңіздің құлазитын кездері болатынын көрсетеді. Не болса да, қандай жағдай болса да, мұның барлығы ұсақ түйек нәрселер. Құр бос уайымға салынбаңыз. Себебі жұлдыз картасы, мінекей. Бұл сізге алға қойған үлкен мақсаттарды ойлаңыз дейді. Өйткені жаңа кезеңнің сәттіліктері сіздің өміріңізге енді еніп бастайды. Бұл сенім үміттеріңіздің орындалуы әлі алда деп көрсетіп тұрған карта. Жалпы, мен бар жақсыға лайықпын деген ұстанымды ұстаныңыз. Өйткені осы бірінші жарты жылдықта таразылар сіздерді айналаңызда ниеті таза, сізге деген тілекші, жақсы адамдар ғана қоршап қолдайды. Соны біліп жүріңіз. Одан кейін тароның жұлдызы, бұл өзіңді айналаға жарияла, жарқыра, қандай талантың бар, жан-жағыңа көрсетіп, жоғарыға қарай тек қана ұмтыл деп тұрған карта. Жылдық жорамалда таразыға аға аркан күш шыққан екен. Яғни бұл сіздің қандай болмасын ой мақсаттарыңыздың орындалуына өзіңіздің күшіңіздің толық жететінін көрсетеді. Саршаяндар. Саршаяндар. Мынадай карталар шығарылды, кіші аркандар. Бір ақшалы қаншайым шықты.
Жұлдыз белгілері бекеш, тауешкі, торпақ болуы мүмкін. Элементі жер. Енді мұндай әйелдер көбінде ауқатты, жұмысы қаржы, экономика саласымен байланысты, мүмкін фермер, әйтеуір бір ақша табудың жолын білетін, өзі білімді, тәжірибелі, білген, басқаларға үйретіп жүретін әйел адам ешқашан өзінің байлығын жарналамайтын қарапайым жан. Мүмкін сіз бірінші жарты жылда осындай бір әйел адаммен не жеке өмірде, не жұмыс бабымен байланыста болуыңыз мүмкін. Немесе осы аталған жұлдыз белгілерінің энергиясында болып, мүмкін ақша жасауға ұмтыласыз, сол энергияда боласыз. Аға аркандар, сіз бірінші жарты жылдықта кез келген тәуелділікке түсіп қалудан сақ болыңыз. Немесе басқаны өзіңізге бағындырып, оны өзіңізден тәуелді етуден аулақ болыңыз. Себебі бұл манипуляция картасы. Бірінші жарты жылда мына кез келген қарым-қатынастың қайда апаратынын, қандай мақсатпен өрбейтініне назар аударыңыз. Немесе сол мезгілдегі сіздің басқа адаммен арадағы мына тәуелді қарым-қатынастан босап, ол қарым-қатынастың тәуелділіктің аяқталатын кезеңі де болуы мүмкін. Жалпы назар салыңыз. Бұл карта сізге негізінде бір жағымсыз нәрсені ескерткісі келеді. Себебі адамның, мысалға алсақ, салық, полиция, тексеру органдарынан істі болуда, сол органға тәуелді болуда, бұл нашақорлық болуы мүмкін. Арақ құмарлық, ақшаға құмарлық, тіпті жыныс қатынасқа құмарлық, казино ойындарына үйір болу, осылардың барлығы да тәуелділік, ол тәуелділіктің бір түрлері. Мен сізге тек айтып жатырмын. Бұл карта ескеруде картасы. Тәуелділіктен, тәуелді болудан бір нәрсеге назар аударыңыз, сақ болыңыз. Бұл картаның аты шайтан. Шайтан картасы, бұл шайтан жаратқанның қарсыласы. Бұл құлаған періште, патши ангел болып саналады. Мысалы, адамдардың бәрінің ішкі дүниесінде ақ пен қара сияқты жаман жақсы тұстарымыз жетіп жатыр. Шайтан сол біздің жаман жағымыздың көріністері. Осы уақытта ішкі азғыруларға ермеуге, ешкімнен тәуелді болмауға, ешкімді өзіңізден тәуелді етпеуге тырысыңыз. Сонда карта, ғалам сізге толық күш қуатын береді, тілектеріңіздің орындалуына қолдау береді. Жылдық жорамалда сізге бас діни қызметкер шыққан екен. Әрине, бас діни қызметкер бұл рухани өсу жағының маңыздылығын көрсететін болғандықтан, оның шығу себебі де түсінікті болды. Енді себебі адамды түзу жолдан тайдыратын ол шайтан. Олай болса, жаны жаратқанға жақын адам ғана шайтанның азғыруларына ермейді. Мінекей сізге осындай кеңес айтты кіші аркандар. Әрине, аға аркандардың да қосылып кетіп, маңызды мәселелерді көрсеткісі келгені рас. Келесі жұлдыз белгісі мерген. Мерген. Ақ карта. Бірінші шыққан ақ карта, бұл өмірдің жаңа кезеңін, таза кезеңін бастайсыз. Енді бұл карта бір нәрсенің жаңадан басталуын көрсетеді. Ғашықтық сезімнің оянуы, жаңа қарым-қатынастың басталуы шығар, мүмкін жаңа бастамаларды, мүмкін жаңа жұмысқа ұсыныс аласыз, мүмкін жаңа хобби бастайсыз, жаңа мамандыққа оқисыз, үйренесіз, тіпті бұл кішкентай балаларға қатысты жұмыс атқаруыңыз да мүмкін, әйтеуір бәрі де мүмкін. Не болғанда да сіз немен айналыссаңыз да, осы бірінші жарты жылдықта мергендер, сіздің сол бастаған бастамаңыз, айналысқан ісіңіз өзіңізге өте ұнайтын болады.
немесе жаңа қарым қатынас бастасаңыз, ол көңіліңізден шығады. Мергендерге жылдық жорамалда ай және әзілкеш деген аға аркандар шыққан екен. Оған қосып неке аға аркан күн шығып тұр. Жалпы не бастасаңыз да осы бір аға аркан күн шыққан кезде ол барлық жағдай, орын алатын жағдайлардың барлығы жақсы жаққа қарай бұрылыс табатынын көрсетіп тұр. Ал енді жылдық жорамалда шыққан мергендерге аға аркан ай менен әзілкеш сол кезде қалай айтылды? Бұл енді мына қиял мен уайым қайғыға, күдік пен қорқыныштарға бой бермеңіз деп айтқан болса ай картасы. Ал енді әзілкеш, еркін болыңыз, жаңашылдыққа талпыныңыз, тәуекелге барып, батыл қадамдар жасаңыз деп сізге айтқан болатын. Яғни сол карталар көрсеткен болатын. Онда енді мына карталардан, мына картадан қараған кезде және күн картасымен екеуі шыққан кезде ақ картаның өзі сізге мергендер бірінші жарты жылдан бастап өзінің барлық күдік қорқынышын артта қалдырып, жаңашылдыққа қарай батыл қадам жасайсыз. Неге осыны көрсетіп тұр. Қуаныштымын, құттықтаймын. Келесі тауешкілер. Тауешкілер, сізге бір қылышты қаншайым шықты. Жұлдыз белгілері егіздер, таразы, су құйғыш болуы мүмкін. Элементі ауа. Мүмкін мамандығы заңгер болуы мүмкін, дәрігер болуы мүмкін, мұғалім, немесе есепші, бухгалтер болуы мүмкін. Жалпы логикалық қабілеті, ойлау қабілеті өте жоғары дамыған, тәжірибелі, ақылды жан. Мінезі өте ұстамды, салқын болуы мүмкін. Одан кейін тағы да бір мынадай ер адам шығып тұр. Бұл енді жұлдыз белгілері тоқты, мерген, арыстан болуы мүмкін. Элементі от. Енді барлық жағдайды бақылап отырғанда ұнататын, өзінің мақсаттарына жетуге ұмтылып тұрған, өмірде белсенді бір қозғалыста, үнемі қозғалыста жүретін адам. Бұл адамдар енді бірінші жарты жылдықта тауешкілер сіздерге мүмкін жақындарыңыз шығар. Немесе осы бірінші жарты жылда қандай болмасын сұрақтармен кеңесетін, кездесетін мүмкін жақындарыңыз шығар. Осындай адамдар да болуы мүмкін. Ал енді аға аркан өлім шығып тұр. Бұл аға аркан өлім шын мәніндегі өлім емес, енді ескінің құрсауынан босап, жаңа өмірге аяқ басуды меңзейтін карта. Тауешкілер, осы уақытта жаратқанның өзі сізге бір көз салғандай тылсым күштерді, өмірге қайтадан туылғандай өзгерістерді сезінетін боласыз. Айналаңызға, адамдарға, көп нәрселерге сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз бұл уақытта өзгеруі мүмкін. Кейде біз адамдар қандай болмасын мына жағымсыз өзгерістер келіп жатқан кезде, соны біз өзіміз ішімізден ұнатпай тұрсақ та мойынсынып, соны қабылдауға тура келеді. Бұл мүмкін өткен нәрсе, өмірімізді бірге өткізген қарым қатынастар, адамдар болуы мүмкін, жұмысымыз болуы мүмкін. Біз қаншалықты айырылғымыз келмесе де, ол қатынасты қаншалықты ұстап қалғымыз келсе де, жаратқан оны бәрібір алып кетеді. Себебі жаратқан бізге жақсы болғанын қалайды. Сол жақсыны иелену үшін біз ескіні өмірімізден оңай жіберу керекпіз. Сондықтан енді жылдық жорамалда тауешкілерге шыққан мұнара, күн екі карта шығыпты. Мұнараның өзі сол өткен өмірдің жойылатынын көрсетіп тұр ғой. Бұл мүмкін тіпті сіздің мына санаңыздың, көзқарасыңыздың өзгеруі де шығар. Бұрын сенген нәрсеге немесе бұрын сенген адамға сіз сене алмайсыз ендігіде.
бұл мүмкін қоныс аудару да болуы мүмкін. Қаншалықты үйіңізді қимасаңыз да сіз басқа жаққа, басқа қалаға немесе басқа үйге қоныс аударуыңыз мүмкін. Бұл қарым-қатынаспен, денсаулықпен байланысты шығар, иә, денсаулығыңызға мән беріңіз. Жалпы аға аркандар, сол шыққан мұнара және өлім, бұл карталар екеуі де сізге бір осы уақыттың аралығында осы жылы орын алатын маңызды мәселелерді мүмкін екенін көрсетеді. Сіз үшін маңызды жағдайдың орын алуы мүмкін, әрине тауышкелер. Сондықтан жылдық жорамалда сізге шыққан күн картасын әр уақытта есіңізде ұстаңыз. Өйткені сізге жыл бойы төбеңізден тек жылы шуағын төгіп тұрады. Күн бар жерде қандай жағдай болмасын бәрі жақсы аяқталады. Соқиғыштар. Соқиғыштар, сіздерге аға аркан жылдық жорамалда сот шыққан екен. Енді бұл сотпен, басқа да құзырлы органдармен байланысты атқаратын жұмысыңыз болуы мүмкін. Немесе осы жылы сіз даулы, даусыз, әйтеуір қандай да болмасын заңды құжаттармен айналысуға сізге тура келетін шығар. Мүмкін кез келген жағдайдан кейінгі бір басқа бір нәрсеге қараған өзіңіздің көзқарасыңыз да болуы мүмкін. Көзқарасыңыздың өзгеруі де болуы мүмкін. Сот. Енді кіші аркандар не айтады? Бірінші жарты жылдықта сізді ойландыратын бір мәселе болады. Оны әбден ойланып барып қорытынды жасау керек екен сізге. Яғни, білмеймін, бір кішкене демалыс алу керек. Мүмкін 5 күндік шипажайға барып, уақыт алып, демалыс алып, ұзақ болмаса да сіз ойлануға сізге үзіліс жасау керек шығар. Иә, мәссаған, мен аңғармай отырмын. Тіпті келесі картада, қараңыз, бұл да сізге дәл солай ойлануға уақыт керек дегенді көрсетіп тұр. Олай болса, сіздің өміріңіздегі бір маңызды мәселе болуы мүмкін. Сіз оған салғырт қарамаңыз. Сәл үзіліс жасаңыз, иә, ойларыңызды мүмкін демалыс алып, түгел електен өткізіп, барып оны бір өз бетіңізше сол мәселе бойынша шешім қабылдау керек сізге шығар. Сол үзіліс сол ойландырған мәселенің нақты және дұрыс аяқталуына өзінің бір септігін тигізеді. Себебі әрі қарай сіздің өміріңіздегі қажеттіліктер өзінің орнына келіп, өздігінен бір үйлесімін тауып жатады, және бірінші жарты жылдықта сіздің қуанышты күндеріңіз өте көп. Бірақ сізге маңызды мәселені асықпай ойланып қабылдау керек. Неге осындай сізге кіші аркандар кеңес айтып тұр. Астына пікірлеріңізді жазып кетсеңіз болады. Егер шын мәнінде өміріңізде бір ойланатын мәселе болса, ол қандай мәселе болды? Пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі балықтар. Балықтар. Жұлдыз жорамалда сізге аға аркан ілулі адам шыққан екен, яғни ілулі адам. Қазірдің өзінде сізге екі бірдей аға аркан шығып тұр, яғни бұлда бір маңызды мәселелерді көрсеткісі келетін болар. Ілулі адам жылдық жорамалда шыққан кезде, әрине бұл адамның біреуден немесе бір нәрседен тәуелді болуы, сөйтіп мәжбүрлі түрде, кейде тіпті өз еркімен бар уақытын, күшін, дүние мүлкін құрбандыққа беруі, уақытын құрбандыққа беруі, сондай жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан сол ілулі адам аға арканы сізге сәл кідіріс жасап, өз әрекетіңізге баға беріп, жаңа көзқарасқа ие болу қажеттігін көрсеткен болатын. Енді мына шыққан аға аркан, мен бұл аға арканға уақыттың періштесі деп ат қойып алдым өзім. Бұл карта сіздің өміріңізге біртіндеп
өзінің уақытымен тыныш жағдайда өзгерістердің жіберілетінін көрсетеді. Енді бұл уақытта сіз жоғарғы күштердің, яғни бірінші жарты жылдықта сіз жоғарғы күштердің қамқорлығында боласыз. Ата бабаларыңыздың, періштелеріңіздің қолдауын сезінетін боласыз. Енді асыққан шайтанның ісі деп айтады, сондықтан сізге бұл карта шыққан кезде айналаңызға асықпай, сабырмен, өзгерістерді күтумен, өзіңіз де күтумен бірге өзіңіз де сол өзгеруге жайлап дайындаласыз дейді. Яғни асық қажеті жоқ. Сол кезде мінекей келесі карта ғалам уақыт періштесімен бірге асықпай кеңею мен жетістіктерге жол ашады. Яғни тілектеріңіздің орындалуына қолдау береді. Соның дәлелі бұл таро картасының ең мен жақсы көретін карта. Яғни кез келген қарым-қатынастағы нағыз махаббат ол шартсыз махаббат. Мысалы, баланы біз баламыз болғаны үшін сүйеміз ғой. Оны шарт қою арқылы сүю мүмкін емес. Сондықтан сіздің ерекшелігіңіз сол өмірді, әдемі табиғатты, айналадағы барлық әдемілікті шартсыз махаббатпен сүйесіз. Сіздің сол ерекшелігіңіз екен. Өйткені сіз сезімтал, жаны нәзік адамсыз. Бұл карта сізге жаратқан астау толы алдыңызға сыйлық әкелемін. Не істесем өзің біл дейді. Яғни сіз барлық жақсылыққа лайықтысыз деген сөз. Онда сіз шынымен де барлық жақсылыққа, бай, қуатты өмірге лайықты жан екеніңізді, сәнді өмірге лайықты жан екеніңізді біліп жүріңіз.